Сәлем, менің YouTube арнамның оқырмандары, сіздермен бүгін өте дәмді, өте оңай сметаник пирогын жасайтын боламыз. Алдымен қамырына жұмсартылған сары майды, ұнды, қантты, жұмыртқаны және қамыр қопсытқышты араластырып, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырдың құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Қамырды мен 10 минуттай тоңазытқышқа салып қойдым, және де тоңазытқыштан алып, оны осылай формамызға жайып аламыз. Салмасына мен осындай 20% сметананы қолданамын. Өйткені үнемі осы сметанамен дайындаймын. Өте бағасы арзан және дәмді болып келеді. Жұмыртқамызды саламыз. Қантты қосамыз. Бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған салманы тестоның үстіне құйып шығамыз. градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Аз болсын. Менің парақшамда бұдан да бөлек басқа да рецептер бар. Парақшама тіркеле отырыңыз.